Бүгінгі видеомда ғылыми мақала қалай жазылады, жалпы мақала қалай жазылады деген тақырыпта айтпақшымын. Осы видеоны жасар алдында зерттеу жүргізіп қарағанымда ғылыми мақаланың жазуды былай деп түсіндірген. Мақала негізгі бөлім кіріспе және қорытынды бөлімнен тұрады. Бас мақала деп аталады деген сияқты. Мақала туралы мен видеоларды қарастырып көрген кезде көпшілікке арнап жазылған мақалалар жөнінде айтылады. Яғни біз ғылыми мақаланы осы көпшілікке арналып жазылған мақалалардан айырып алуымыз керек. Яғни бұл бұрынғы кезде газеттер болған кезде көбінесе газеттің бірінші бетіне үлкен мақала шығатын еді ғой бір мәселе жайында. Бұл мақалалар ғылыми емес, көпшілікке арналған мақалалар. Ғылыми мақала ғылыми зерттеу жұмысының есебі деді. Сол үшін ғылыми мақаланың алдымен ғылыми зерттеу жұмысы қалай жасалатыны туралы біліп алуымыз керек. Ғылыми мақаланың негізгі дерек қорларының бірі Элсевер Скопус туралы айтамын. Ғылым нақтылықты, әңгіменің өлшенген болғанын жақсы көреді. Сондықтан нақты мысалдармен зерттеу жасап, ғылыми зерттеу қалай жасалады, басынан соңына дейін жасап көрсетемін. Осы видеоны көргендер болса, сіздер көргендермен бірге. Зерттеуіміз құр сөзде қалмасын деп, нақты мысал болу үшін Абайды алдым. Әйтпесе, жуықтап айта берсең, ғылым емес хикая, ертегі немесе қызықты оқиға болады. Ғылыми зерттеу қалай жасалады? Адан бастап ясына дейін видеода көрсетіп беретін боламын. Абай тақырыбы өте танымал. Абай жөнінде қандай зерттеулер бар, соларды мысалға келтіре отырып түсіндіруді көпшілікке түсінікті болады деген оймен осы Абай тақырыбын алдым. Абайдың 180 жылдығына ғылыми мақаланы грантпен бөлінетін ғылыми жобаны осы қазіргі студент оқушылар сіздер жазасыздар. Өйткені Абайдың 175 жылдығына ғылыми жобалар жасағандар, кітап жазғандар алды 70, арты 75 жастағылар. Мое время пришло. Дальше тебе придется идти без меня. Абай зерттеуінің А әрпін Элсевер Скопустан бастаймыз. Егер мақалаңды Фейсбукқа жазатын болсаң, немесе 5000 беріп кез келген журналға жариялататын болсаң, және мақалаңды өзіңнен басқа ешкім оқымайды десең, Элсевер Скопус туралы білуіңнің керегі жоқ. Ал нағыз ғылыми зерттеу жасаймын десең, онда Элсевер Скопус керек. Элсевер Скопус кез келген ғылыми зерттеудің ең төбесі. Себебі ең жаңа ғылымдағы трендтер осында. Инстаграмнан, тиктоктан трендтерді жібермей қарап, соған видеолар жасап, сол тренд бойынша жасап жатамыз ғой. Сол секілді ғылыми жұмыстағыда да трендтерді осы Элсевер Скопустан тауып аламыз. Яғни тренд дегенде жаңа өз салаңда ғылыми жұмыс жасап жатқан салаңда қандай жаңалықтар болып жатыр, қандай осы жасап жатқан ғылыми тақырып жөніндегі не жасалғанын ең жаңасын осы Элсевер Скопустан көре аламыз. Видеомның басында ғылыми зерттеу және ғылыми мақала жазудың асынан ясына дейін көрсетіп беремін деп айтып өттім ғой. Ғылыми зерттеудің А әрпін Абайдан алдық дедім. Ал енді Я әрпі бұл жерде менің өзім болады. Яғни Я деген мен. Мен кім? Осындай ғылыми зерттеу, ғылыми мақала жөнінде айтатындай. Это случайность. Случайности не случайны. Мамандығым әдебиетші. Абайды абайтанушы бас ғалым, яғни бас мастерден дәріс алғам. Мекемтас Мырзахметов абайтанушы бас ғалым, абайтанудың абызы. Бұл оқиғаны айтқандағы мақсатым не? 1996 жылғы абайтанумен 2020 жылы дүркілеп өткен 175 жылдығындағы дүниелерді салыстыру мүмкіндігін береді бұл маған. Ғылыми мақала жазудың А әрпіне қайта оралайық. А әрпін Элсевер Скопустан бастаймыз дедік. Абай тақырыбына 21 мақала іздеп, осы Элсевер Скопустан шығарып, осы видеоға салып қойдым. Видеоны тоқтатып, видеодағы 21 мақаланы қарап жазып алсаңыздар болады. Негізі Элсевер Скопус деген дерек қоры ақылы, сондықтан университеттерде ғылыми зерттеу институттары жазылады. Бұл база данықпен жұмыс істеу өте оңай, кіру мүмкіндігің болса, яғни бұл айттым, ғылыми зерттеу институттарында, университеттерде жазылған болу керек, сол жерден кіресіз. Сол үшін сіздер оқушылар және студенттер онша кіре алмайтын болғандықтан мүмкіндіктері осы жерге Абай тақырыбына Элсевер Скопустан 21 мақаланы шығарып жазып қойдым. Енді 23 жылға дейінгі
осы кезеңге дейінгі, одан кейін ол үнемі жазылып тұратын болғаннан кейін 23 жылдың осы қараша айынан кейінгі мақалаларға кіріп қарауға тура келеді, өйткені олар үнемі жарияланып отырады ғой, жаңарып. Мақаланы жазып болған кезде мақаланың ең бірінші қалай аталатыны және кілт сөздер өте маңызды. Элсевер Скопустан кілт сөздер арқылы кіреміз. Мен өзім тәжірибемнен айта кетейін. Абайтанудың библиографиясын жасаған кезде мынандай кілт сөздерге кездестім. Зейінді сөздің зергері немесе атауы осылай. Бұл зейінді сөздің зергері деп Абайды айтып отыр ғой. Кілт сөздерде осындай сөздер жазуға болмайды. Анық жазсаңыз кілт сөздерді, осы кез келген жерде сіздің мақалаңыздың шығуы осы кілт сөздерге байланысты. Сондықтан кілт сөздерге өте көп мән беру керек. Элсевер Скопустан не жасай аласың? Бұл жерде ғылыми жаңалық мақалалардың цитированиясы, индексі беріледі. Яғни бұл жазылған мақала қанша әсер туғызды, кімдер оқыды, кімдер өзі пайдаланды деген сияқты ғылымда қандай әсері бар екенін біле аласың. Скопусқа кіретін журналдарды көре аласың. Мысалы, Скопусқа мақала жариялауың керек, қандай журналдар кіреді? Әрине, ВАКта Скопусқа кіретін журналдардың тізімін беріп қойған, бірақ та сіз өзіңізде кіріп қарай аласыз. Зерттеудің анализін жасап, графиктерін сызып аласыз. Скопус әртүрлі ғылым саласында ғылыми зерттеу жұмыстарын, мақалаларды қарайтын, оқитын дерек көзі. Бүгінгі видеомда ғылыми мақала жазу үшін қандай дерек қорлардан зерттеуді бастаймыз. Соның ішінде Элсевер Скопус туралы айттық. Келесі видеоларда жалғастырамыз. Осы ғылыми мақала жазуды Абай тақырыбынан алып, зерттеп, нақты мысал ретінде Абай тақырыбын алдық. Бұдан кейін де ғылыми мақаланың бөлімдерін жазу, ғылыми зерттеу қалай жүргіземіз, ғылыми әдебиетті қай жерден аламыз деген сияқты мәселелер келесі видеоларда айтатын болам. Сондықтан естөз YouTube каналыма жазылып қойсаңыздар, видеоны ғылыми мақала жазудың жалғасын көре алатын боласыздар. Видеомның басында айтқандай, Абай тақырыбына Абайды әлемдік танымал беделді ғылыми ортамда танытатын ғылыми зерттеу мақалалар аз, ал аудармалар көп екен деген тақырыпта ғылыми зерттеу жұмысын бастаймыз бірге. Бүгін Элсевер Скопустан бастадық зерттеуді, ары қарай жалғастыратын боламыз. Осы зерттеуге сен де қатыс. Құдай тағала әріне жаратты, бір түрлі пайдалы жақсылығы бар. Сенің де ісіңнің көпке пайдалы боларлық бір үміті бар болсын. Абайдың 38-ші қара сөзінен: ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Абайдың толық адамға берген анықтамасы осы. Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асыл тас.